Жылқының тұяғы қатты болғанмен белі бос болады екен. Құстың қанаты қатты болғанмен мойны бос болады екен. Адамның мінезі қатты болғанмен көңілі бос болады екен. Жылқы байғұс қанша шақырым шапса да оның тұяғы емес белі талады екен. Құс байғұс қанша шақырым ұшса да оның қанаты емес мойны талады екен. Адам деген пенде емес пе? Болмашы нәрседен көңілі қалады екен. Қазір бізге не жетпейді? Бізге мейірім жетпейді. Бір-бірімізге көңіл бөлу жетпейді. Күн жылытпаған жүректі сөз жылытады. Сүйкімді сөз сүйекті балқытады десе, бір-бірімізге айтқан сөзіміз тәтті болсын, балдай, шекердей болсын дегім келеді. Балара бал береді, бірақ оның шағатын ұмытпа. Ит соңынан ереді, бірақ оның қабатын ұмытпа. Ат мінгенге көнеді, бірақ оның тебетін ұмытпа. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі, бірақ оның сөнетін ұмытпа дейді. Сондықтан да қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырда бір-біріміздің қадірімізді білейік. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деген. Жаныңдағы жаны жайсаң жақсыны қадірлей біл.